Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осында капустаны өте әдемі, дәмді, қытырлақ болып шығатын капустаның жасау жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Алда менің жаңа видео рецепттерімді бірінші көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді кеттік, бастаймыз. Бізге осындай ұзын сопақша капустаны қолданатын боламыз. Видеода көрсетілгендей екіге бөліп, пышақтың көмегімен кішкене түбін алып тастаймыз да тағы да екіге бөлеміз. Сонда бір капустамызды 4 бөлікке бөлеміз. Пышақтың көмегінде көріп тұрғандарыңыздай ортасына дейін ғана кесесіздер. Астына соңына дейін емес, ортасына дейін барлығын осылай кесіп дайындап алдым. Менде бұл жерде көп капуста болған соң, мен бұны капустамызды бочкаға тұздайтын боламыз. Бочкамызға ішіне орналастырамын. Видеода көрсетілгендей орналастырасыздар. Үстіне тұзды су құйған кезінде ішіне толықтай су батып тұру керек. Бір кружка тұзымызға кішкене суды құйып, қолдың көмегімен тұзымызды ертіп аламыз. Сосын салқын суға бір үлкен дәу шелекпен салқын суға осы тұзымызды қосамыз да бағанағы капустаның үстіне құямыз. Сол кезінде капустаның бетінде су кішкене шығып тұру керек. Ауыр таспен жауып үстін бір түнге қалдырамыз. Міндетті түрде салқын су қолданыңыздар. Бір түн өткен соң капустамыздың тұзын көреміз. Капустаның тұзы сіңсе дайын болады. Енді ортасына жаққанға начинкасын дайындайтын боламыз. Сәбізімізді мен теркадан өткізіп алдым. Сіздер мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Сосын ащы бұрышпен қызыл бұрышымызды мен мясорубкадан өткізіп алдым. Барлығын көз мөлшерімен жасадым. Енді қосатынымыз чеснок. Осындай ыдыстан 2 рет өткізетін боламын блендерден. Енді өздеріңіз қалауыңызша қосасыздар, қанша қосқыларыңыз келсе. Осы блендерден өткізіп болған соң барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде капусталарыңызда тұзы аз болып қалған жағдайда, осы начинкасына ортасына жаққанға кішкене осы жерге тұз қосып жіберсеңіздер болады. Енді бачогымызды ішіне осындай пленканы төсеп, капустамыздың әр қабатына осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде әр қабатына жағыңыздар. Барлық капустамызға жағып болдық. Енді бұны бочкамызға орналастыратын боламыз. Осындай салған кезде әр қабатында үстін басып тұрыңыздар, нығыздалып салу керек. Енді қалған осы тұзды суымызбен ортасына жаққан сәбізімізді осындай араластырып үстіне құямыз. Міндетті түрде кішкене үстінде осы суы шығып тұруы керек. Енді бір ас қасық 70% уксусты құямыз да үстіне үлкен таспен, ауыр затпен бастырып қоямыз. Бір аптадай күтеміз. Мінекей біздің бір аптадай өтіп болған соң біздің капустамыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты, қытырлақ болып шықты. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Алда менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.